сізді ең маңызды ақпаратты өткізіп алмас үшін арнаға тіркеліп қоңыраушаға басуды ұмытпаңыз. Көктемде денсаулық пен энергия үшін қандай дәрумендер қажет? Көңіл күйіңіздің түсіп кетуі, сырқаттанып әлсіздік таныту, апатия, ұйқышылдық көктемгі дәруменнің тапшылық белгісі екені баршамызға таныс. Дәл осы жуанның жіңішкенің үзілетін шағында дәрумендер сіздің ағзаңызға көмекке келеді. Қыс мезгілінен екінші маусым көктемге ауысар сәтте кейбір микроэлементтер немесе дәрумендердің жетіспеушілігі байқалады. Жазда жеміс-жидектер мен көкөністердің көптігі көмекке келсе, көктемнің бастапқы айларында табиғат жаңадан піскен жемістерді ұсына алмайды. Сол себепті адамдар жасанды қоспаларды тұтынуға мәжбүр. Сонымен көктемде иммунитетті көтеріп әлсіздік